Мынау біздің соңғы сабақта қарастырған кодымыз. Соңғы жолға әлем сөзін шығарайық. Енді сіздерге сұрақ. Мынау дайын print функциясы мен біздің дайындаған сәлем функциясының айырмашылығы қандай? Мұнда print функциясы string типті ақпаратты қабылдап, сонымен жұмыс жасап тұр. Ал біздің дайындаған сәлем функциямыз ешқандай ақпаратты қабылдап тұрған жоқ. Ондай болса, біздің функцияға өзгерістер енгізейік. Біздің сәлем функциясы адам атын қабылдайтын болсын, және де экран бетіне сәлем қош келдің емес, сәлем енгізілген адамның аты және қош келдің ақпараттары шығатын болсын. Ол үшін біз сәлем функциясына параметр құруымыз керек. Бұл мысалда параметр ретінде x айнымалысын қолданайық. Сонымен print сәлемнен кейін өтір арқылы біз x-тің өзін қоя салайық. Енді функцияны шақырғанда біз бұл айнымалыға, яғни бұл параметрге мән беруіміз керек. Яғни бұл жерде string типті мәлімет болсын, мен өз атымды жазайын тырнақшалар арқылы. Енді программаны орындап көретін болсақ, экран бетіне сәлем аңсар, қош келдің деген ақпарат шықты. Көріп тұрғандарыңызда енді біз функцияны шақырған сайын бұл параметрге мән беруіміз керек. Әйтпесе біздің функция олсыз жұмыс істемейді. Енді функцияны тағы да бір рет шақырып, ол жерге басқа мәлімет берейік. Яғни бұл жерде тырнақшалар ортасында ай бар болсын. Енді программаны жүргізіп көретін болсақ, функция шақырылған сайын осы жақшалар ортасына қойылған мәлімет ол x айнымалысына беріледі. Одан кейін барып, осы функцияның ішінде x қай жерде орындалатын болса, сол жерлердің барлығында сол шақырған кездегі мәлімет қолданылатын болады. Негізінен функцияда бірнеше параметр бірден құруға да болады. Олай болса, видеоны паузаға қойып, келесі код нәтижесін тауып көріңіздер. Ондай болса, ран батырмасын басып көрейік. Экран бетіне сәлем, аңсар, әкім, қош келдің ақпараты шықты.